Мақтаарал аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын, заңды мүдделерін қорғау, құқық бұзушылықтардың алдын алуда және қоғамдық тәртіп пен жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытында 2024 жылы бірқатар іс-шаралар атқарды. Ауданда жалпы тіркелген құқық бұзушылықтардың саны 8,1%-ға, қылмыстар саны 27,3%-ға төмендеген. Бұл облыстағы ең төмен көрсеткіштердің бірі дейді аудандық полиция бөлімінің басшысы Ердәулет Дарханұлы. Есеп беріп отырған мерзімде қылмыстардың барлық түрлері азайды. Тек қана кісі өлтіру қылмыстары 50%-ға, яғни бір дерекке 2-ден 3-ке өскен. Ауыр дәрежелі қылмыстар 48-ден 38-ге, орта дәрежелі қылмыстар 99-дан 55-ге, онша ауыр емес қылмыстар 49-дан 46-ға, денсаулыққа ауыр зиян келтіру 6-дан 0-ге, бөтеннің мүлкін ұрлау қылмысы 37-ден 12-ге, пәтер ұрлығы 5-ден 3-ге, мал ұрлығы 13-ден 1-ге, телефон ұрлықтары 5-ден 0-ге, алаяқ қылмыстары 66-дан 43-ге азайған. Сонымен қатар қарақшылық, тонау, бопсалау қылмыстары ауданымызда мүлдем орын алмаған. Аудан аумағында орын алған қылмыстардың барлығын талдау жүргізілді. Атап айтқанда, қылмыскерлердің 73,2% ерлермен жасалған, 81,3% орта білімді, яғни 26 адам 100% жұмыссыз адамдармен жасалған. Кісі өлтіру қылмыстары Мырзакент кентінде 1-ден 2-ге, Жамбыл ауыл округінде 0-ден 1-ге өсіп орын алған. Осыған байланысты тұрғындарды барынша жұмыспен қамту мәселесін шешуіміз қажет. Қылмыстардың ашылуына тоқталсам, аса ауыр қылмыстар, кісі өлтіру, денеге ауыр зиян келтіру, зорлау, тонау, қарақшылық, бөтен мүлкін ұрлау және бұзақылық қылмыстар бойынша ашылымы 100% құрап отыр. Жалпы тіркелген қылмыстардың 5,8% бөтен мүлкіне қарсы қылмыстарды құрайды. Бұл санатта қылмыстардың саны 67,6%-ға, яғни 37-ден 12-ге тіркелуі төмендеген. Оның ішінде ұрлықтар 52,4%-ға, яғни 21-ден 10-ға азайған. Олардың ашылымы 100% құрап отыр. 2023 жылы 73,9% құраған. Ал пәтер ұрлықтары 40%-ға, яғни 5-ден 3-ге төмендеген. Олардың ашылымы 100% құрап отыр. Есеп беру мерзімде мал ұрлықтары 92,3%-ға, яғни 13-ден 1-ге тіркелу төмендеген. Орын алған мал ұрлығы жайылымнан осы бір дерек, ол жайылымнан орын алған. Бөтеннің мүлкін ұрлауды алдын алу бойынша тұрғындар арасында өз мүліктерінің сақтық шараларын қолдану, үйлерге бейне бақылау, домофон, дабыл құрылғыларын орнату және тұрғындардың өз малдарын жайылымдық жерлерге қараусыз қалдырмау жөнінде түсіндірме жұмыстары жүргізу қажет. Аудан аумағында жалпы қараусыз жүрген ауыл шаруашылық жануарларын ұстауға арналған 11 оқшаулау орындары болғанымен қарауыл және жем-шөптермен қамтамасыз ету қарастырылмаған. Осыған байланысты бос жүрген малдарды әрбір ауылдық округте орналасқан уақытша ұстау арналған орындарға қарауыл мен жем-шөптерді қамтамасыз ету қажет. Қоғамда өзекті болып тұрған мәселенің бірі алаяқтық қылмыстары. Олар жалпы тіркелген қылмыстардың ішінде 21%-ды құрайды. Бұл санаттағы қылмыс бойынша 2024 жылы 43 жағдай орын алып, тіркелімі 34,8%-ға төмендеген, ал олардың ашылымы 87,5%-ды құраған. Өткізілген шаралар барысында 18 қылмыскер ұсталып, олар бойынша 33 қылмыстық іс сотқа жіберілді. Жәбірленушіге жалпы сомасы 52,317,000 теңге залал келтірілді. Оның ішіндегі 36,267,000 теңгесі қайтарылды. Интернет алаяқтар 64,6%-ға немесе 48-ден 17-ге төмендеді. Олардың ашылымы 53,3%-ға құраса, облыстық көрсеткіш 37, яғни облыстан ашылымы жоғары. Алаяқтық қылмыстар азайғанымен айлакерлердің шабуылы жан-жақтан болғандықтан халық шатасуда. Сондықтан алаяқтықтардың алдын алу үшін халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру бойынша барлық органдармен бірлесіп, бұқаралық ақпарат құралдарында, әлеуметтік парақшаларда және дін өкілдері арқылы жұмыстар атқарылуды қажет деп санайды. Бұл жерде негізгі айтылған мәселе қазіргі алаяқтық болып тұр. Бұны өздеріңіз білесіздер, мынау қазақтың өзі аңғал, сәл ақкөңіл болады ғой. Сондықтан балдарымыз бар, кейбір үлкендеріміз де бар, осы мәселеге шатысып кетіп жатыр. Сондықтан өте байқаңыздар, балдарды тексеріп тұру керек. Мынау ұялы телефонда не болып жатыр? Бір хабар балдарын алып тұрайық. Сондықтан еліміз аман болсын. Енді алаяқтық болады ғой, пенде болған екен, бәр жерде болады екен бұл. Қанша неғамен ол ұшырасады адамға. Осыны сақ болыңыздар деген өзінің мынау халыққа үндеуім, әрі сөз жәрдем болсын деп жатыр. Кісі өлтіру, денеге ауыр зиян келтіру және бұзақылық қылмыстары басым бөлігі отбасы тұрмыстық қатынаста. Сондай-ақ алкогольдік ішімдіктер пайдаланып мас күйінде жасалған. Соның ішінде отбасы тұрмыстық қатынастарда жасалған қылмыстардың саны 1-ден 20-ға өскен. Ердәулет Дарханұлы аталған қылмыстың артуының себебін түсіндірді.
Өздеріңізге мәлім 2024 жылы 15 маусымда әйелдердің құқықтары мен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері бойынша заңға өзгерістер мен толықтыру енгізілді. Онда бұрын әкімшілік құқық бұзушылық ретінде ескерілген денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіру және ұрып-соғу әрекеттері қылмыстық теріс қылықтар санатына енгізілді. Осыған байланысты бұл санатта қылмыстар өсуде. Тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарының қауіпсіздігі қамтамасыз ету мақсатында полициямен 209 қорғау нұсқамасы шығарылды. Қорғау нұсқамасы ол жәбірленуші мен отбасы мүшелері қоса алғанда оның еркіне қарамастан ізіне түсуге, баруға, ауызша телефон арқылы сөйлесуге және өзге де тәсілдермен байланыс жасамауға тыйым салынады. Осы талаптарды бұзғандар үшін 6 тұлға сотпен әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Маскүнемдердің қоғам үшін зияны көп. Осыған орай Маскүйде қылмыстардың алдын алу үшін түнгі уақытта рейд жүргізіліп, салдарынан заңсыз алкоголь сатқан 11 жеке кәсіпкер жауапкершілікке тартылған. Бұл көрсеткіш 22,2%-ға артып отыр. Ал 4 маскүнем мәжбүрлі түрде емдеу мекемесіне жолданды. Алкогольдік ішімдіктерді ішу немесе қоғамдық орындарда масаң күйде жүрген 413 бұзақылық фактісі анықталған. Соның ішінде 25 тұлға көршілес аудандарға бейімдеу орталығына жеткізілді. Осылай деген полиция басшысы аудан әкіміне қылмыстың алдын алу бағытындағы ұсыныстарын жасады. Көршілес Жетісай ауданында 5 төсек орындық уақытша бейімдеу және орталығы ашылған. Қызметкерлер 25 тұлға жеткізді. Онда сондықтан аудан орталығында кем дегенде 5 орыннан тұратын осындай мекеме болу қажет. Сонымен қатар кафе, ресторан және жалпы көңіл көтеру орындарының жұмыс уақытын шектеуге ұсынамыз. Өткен жылы ауыл билері мен ақсақалдардың ұйытқы болуының арқасында ауданымызда 14 дүкенде алкогольдік ішімдік сатудан бас тартты. Жалпы ауданымызда 2 кент, 9 ауылдық округ және 68 елді мекен бар. Ағымдағы жылдың 1-тоқсанда тағы да 2 ауылға тізімді кеңейтуге жоспарлап отырмыз. Есептік кездесуде ішімдіксіз ауыл жобасын аудан аумағында кеңінен тарату мәселесі қозғалды. Бұл жобаны ауыл билері, ақсақалдары құп көріп, халық арасына түсіндіру жұмыстарына белсене қатысатындығын жеткізді. Елді мекендерде ішімдіксіз дүкендер жаудырып атқаны расталды. Оның үстіне біздің елді мекен бар, бірлік ауыл әкімшілігі табысты, Еркінабад елді мекен дүкендерде ішімдік сатылмайды. Барлық осы жаңағыдегі бұзушылықтың бәрі осы арқасынан осы өте іс-шараларды құптаймыз. Ауылды жерлерде сатылмауға бір ауыздан атсалысамыз деп сөз сөйлеймін. Ішімдік ішілген арқасынан жол көрікі болады, басқа оқиғалар барлығы осы ненің ішкі істер қадағалауында алдағы уақытта ішімдіксіз ауыл егеменді елімізді көркейтуге атсалысамыз деп ойлаймын. Жастардың болашағы үшін қауіпті болып саналатын есірткіге қатысты қылмыстар бойынша өткен жылы 20 құқық бұзушылық анықталған. Заңсыз айналымнан 19 кг 170 грамм марихуана есірткі заттары тәркіленді. Сонымен қатар трамадол дәрісі бойынша бір қылмыстық іс анықталды. Осыған байланысты есірткі затын қолданбау бойынша ауданымыздың жастарына кеңінен түсіндіру жұмыстарын жүргізу қажет. Жалпы құқық бұзушылықтардың алдын алу мақсатында өткен жылы мемлекеттік органдармен және қоғамдық бірлесіп тәрбиелі жастар, қауіпсіз қоғам, отбасы тұтастығы, елдің тұтастығы тақырыпты бойынша кеңейтілген форумдар өткізілді. Жол қауіпсіздігі жүру саласы бойынша айтсақ, жол жүріс оқиғаларының алдын алу бойынша аудан көлемінде 4 дана сергек және 5 дана мерген тұрақты автоматтандырылған кешен жол қозғалысын қадағалау жасайды. Сондай-ақ қорғау қауіпті жүргізуші мобильдік қосымшасы арқылы 111 автокөлік анықталып, барлығы арнайы айыптұраққа жеткізілді. Талдау негізінде жиі жол көлік оқиғасы орын алатын жерлерде апта сайын бір нүктелік профилактика іс-шарасы ұйымдастырылып, 2024 жылы 70-ден астам рейдтік шара өткізілді. Нәтижесінде жол көлік оқиғаларының саны 41,3%-ға, яғни 2024 жылы 63-ден 37-ге қаза болғандар, 9-дан 5-ге жарақат алғандар 71-ден 48-ге төмендеп отыр. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі құқық бұзушылықтың алдын алуға және азаматтардың құқықтық санасын арттыруға назар аудара отырып 2025 жылы профилактика жылы ретінде жарияланды. Бұл шаралар полицияның халықпен тиімді ынтымақтастығын қамтамасыз ете отырып, азаматтар үшін қауіпсіз орта құруға және құқықтық қорғау органдарына деген сенімін арттыруға бағытталған. Жалпы осы ауданға бас болып келгенмен 7 ай көлемі болды. Жалпы қылмыстың түрлерінің бәрі 2023 пен 2024 салыстырғанда қылмыстың тіркелімі төмендеген. Яғни қазір таңда бірінші жылды ішкі істер министрлігі профилактика жыл деп жариялады. Соған байланысты қазір таңда Мақтаарал полиция бөлімі жеке құраммен барынша профилактика жұмыстарды күшейту тәртібінде жұмыс атқарылды.
қазіргі өзекті мәселенің барлығыңызға белгілі интернет алаяқтық қой бұл жерде. Басым бөлігі қылмыстардың. Интернет алаяқтығы қазіргі таңда біздің жеке құрам, яғни полиция қызметкерлерімен ескерту жұмыстары жүргізілуде. Қазіргі таңда барлық адамдардың көп шоғырланатын орындарда интернет алаяқтығы сақ болайық деген мәтінге сәйкес брошюркілер, яғни аудио жазбалар және басқа да жаңағыдай рейдтік шаралар жүргізілуде. Бұл жерде жаңағыдай ең басты мәселе интернет алаяқтық қылмыстардың құрбаны болмау үшін халықтың қаржылай сауаттылығын арттыру мақсатында түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Жиынға қатысушылар қызу талқыға салған күн тәртібіндегі мәселелер бойынша қанағаттанарлық деп баға берді. Баяндама соңы сұрақ-жауапқа ұласты. Бүгінгі есепке қанағаттанарлық деген баға беремін. Қылмыстардың төмен түскенін көрсетіп жатыр. Негізгі қылмыстардың ашылғанын көрсетіп жатыр. Жалпы мынау халықтың ауызбіршілігі жақсы болса дейін бір-бірімен ымыраласып, жамандықтан аулақ болайық. Есепті кездесу жиын қорытындылған аудан әкімі Бақтасаров алдағы уақытта аудан аумағында құқық бұзушылықтар мен қылмысқа қарсы күрес барысында жедел қызмет жұмыстарының күшейтілетіндігіне сенім білдірді.